Қытай тарихы 5000 жыл бұрынғы көне замандардан бастау алатын ежелгі өркениет. Шэньси өлкесі Қытай мемлекеттілігінің ата қонысы. Өңірдің бас қаласы Сиань күллі аспан асты елінің жүрегі. Сиань қытайлықтар үшін ұлт тарихының символы болса, қаланың символы біздің дәуірімізге дейінгі 3 ғасырдағы император Цин Ши Хуандидің күйдірілген саздан жасалған атақты әскері. 1974 жылы таңғаларлық археологиялық олжа Қытаймен қатар дүние жүзін дүр сілкіндірді. Аспан асты елінің билеушісі таққа отырғаннан кейін 1 жыл өтер өтпестен ақ өзіне кесене сала бастайды. 700 мың жұмыскер мен шебер 38 жыл бойы дамылсыз еңбектенеді. Қабірдің сыртқы қабырғасының ұзындығы 6 шақырым. 8 мыңнан астам терракот мүсін кесененің ішін толтырады. Мұнда әлі күнге дейін қазба жұмыстары жүріп жатыр. 21 ғасырда көне мәдениеттердің мұрагер елдері көршілес жатқан Қазақстан мен Қытайдың өмірі де тығыз байланысты. Бұл күндері аспан асты еліне мәртебелі мейман, қос өркениеттің 1000 жылдап саналатын қарым-қатынасының бейнесіндей алтын адам келді. Астана мен Сианьның арасы 3500 шақырым. Ұлы дала мұрасы зергерлік өнер жауһарлары көрмесін іске асыру үшін Қазақстан Республикасының ұлттық музейі көп еңбек етті. 370 бірегей жәдігер Қытай көрерменіне жол тарту үшін әрқайсысы мұқият құжатталып, ұқыптап оралды. Қытайда ұсынылатын жиынтықтың алтын адамның әлем музейлеріне шеру жобасының бұрынғы көрмелерінен ерекшелігі, бұл жолғы музей бұйымдарының тізімінде қазақстандық археологтардың айтулы олжасы Тақсай ханшайымы бар. Батыс Қазақстан облысында Теректі ауданында Тақсай бір кешенінен Ақсүйек Сармат әйелінің қабірі табылған болатын. Әрине бұл дүние археология ғылымында баға жетпес зерттеулердің нәтижесі болатын. Және де бұған 2012 жылы тарих ғылымдары докторы Сыздықовтың жетекшілігімен, басшылығымен зерттелген, осындай нәтижеге жеткізген болатын. Және де қабірде Тақсай ханшайыммен бірге әшекей бұйымдар, жапырақшы жапсырмалар, білезіктер, сондай көп алтыннан жасалған бұйымдар табылған болатын. Және барлығы алтын дүние. Әйел адамның қабірінде бірге жерленген өрнектердің ерекшелігінде, мысалы салпыншағы бұндай мысалы алдындағы қабірлерде табылған кездеспеген. Енді мынау мойындағы бұйымда мысалы алтын адамның мойындағы алқасына, яғни гривнасына сәйкес келеді. Бірегей музей бұйымдарын тасымалдауға дайындаудың да шаруасы шаш етектен. Міне Сиань қаласы, Шэньси өлкесінің тарих музейі. Ол Қытайдағы ең жаңа технологиялармен жабдықталған ірі музейлердің бірі. Оның қорында 370 мыңнан астам жәдігер бар. Ал ғимараттардың сырт бейнесі Тан әулетінің сәулетімен салынған. Музейдің үлкен залында бізді алып арыстан мен музей директоры қарсы алды. Ол елімізбен алтын адамның шеруінен бұрын да таныс екен. Біраз уақыт бұрын Қазақстан мен Қырғызстанның ұлттық музейлерімен бірлесіп, Ұлы жібек жолына арналған көрме ұйымдастырған едік. Көрме 2017 жылы Гонконг қаласында өтті. Іс-шара өте сәтті болды. 2017 жылғы маусымда император Цин Ши Хуандидің терракоттан жасалған әскерінің көрмесі Қазақстан Республикасының ұлттық музейінде болды. Оған дейін де Шэньси өлкесінде сурет көрмесі ұйымдастырылған еді. Айтқым келгені, Қазақстанмен әріптестігіміз өте тығыз. Музей 1991 жылы ашылған. Аумағы да айтарлықтай 65 мың шаршы метр. Оның 6-дан 1 бөлігі көрме залдарына берілген. Алтын адам көрмесінің ашылуы туралы ақпаратты белсенді түрде хабарлап жатырмыз. Көрермендердің көпшілігі көрмені күтіп жүр. Бұл іс-шара қазіргі уақытта Қытай мен Қазақстан арасындағы бір белдеу, бір жол мемлекеттік саясат аясында өзекті. Статистика бойынша Шэньси өлкесінің музейіне күніне кемінде 10 мың адам келеді. Қытайда музейлерге қызығушылық өте жоғары, тіпті сәнге айналған. Көрменің ерекшелігін ескере отырып, мамандар күніне 60 мыңға жуық адамның келуін болжап отыр. Аспан асты еліне экспозицияны лайықты таныстыру үшін монтаж жасау командасы залды безендіруге күн түн демей еңбектенуде.
Сөрелер дайын болғанша ұлттық музейдің қызметкерлері қытайлық әріптестеріне қазақ халқының құндылықтарын уақытша тапсырып жатыр. Жәдігерлер музей тәртібі бойынша жаңа орынға 2 күндей бой үйретті. Енді оларды орамдарынан ашып, есепке алуға кірісуге болады. 370 сақтан бірлікті қою залы өте керемет, ауқымды. Осындай үлкен жобадағы көрмелерді жоспарлау кезінде біз әрине жасағанымызда сол елдің климатын, қалыпты жағдайын, бізге берілетін залдардың температуралық ылғалдылық режимін бәрін сақтауын біз қатаң талап етеміз және де бақылаймыз бірге сол кісілермен. Сианьның климаты жәдігерлерге қолайсыз болғандықтан көрме залында тиісті атмосфера қалыптастырылады. Міне, бас кейіпкерлер де тұғырларына жайғасты. Біз өткізіп жүрген көрмелермен бүгінгі шараны салыстыратын болсақ, оның көлемі осындай экспозицияларға ұқсас. Әдетте 100-200 бұйымнан тұратын жиынтықтар қойылады. Дегенмен бұл жобаның ерекшелігі басқада. Көп жағдайда көшірмелер қойылады ғой, ал осындай түп нұсқалары көп көрменің жөні мүлде бөлек. Жер жүзінде қаншама ғалымдар Ұлы Жібек жолы гүлдеп тұрған уақыттағы Қытайдың Орта Азия халықтарымен ежелгі этномәдени байланыстары тақырыбын зерттеп жүр. Дала мәдениетінің әсерін өңірлерден табылған археологиялық материалдардан анық байқауға болады. Белгілі археолог Зайнолла Самашев Шэньси өлкесінің тарих музейінен екі өркениеттің байланысын растайтын тағы бір қызықты жәдігер тауып алды. Бұл жәдігер Қазақстанның тарихы үшін ең құнды ескерткіш. Себебі мұнда көне түркі қағанының соғдылар тұрған өлкенің билеушісімен кездесуі бейнеленген. Билеушінің лауазымы Сагнау, есімі Андзя. Бұл осы адамның өмірі туралы баяндайтын бейнелеу репортажы. Яғни мұнда билеуші өмірінің бір бөлігі. Көне түркі қағанмен кездескен сәтінен бастап аңға шығу, музыка тыңдау, келіссөздер жүргізу, тойлау сияқты оқиғалар көрсетілген. Бізге қызықтысы Қытай билеушісімен қарым-қатынастың өзі және этнографиялық мәліметтер, киім, қару-жарақ, музыкалық аспаптар, тұрмыстық бұйымдар. Олар біздің заманымыздың 6 ғасырында көне түркілер заманында қандай болған. Сианьда бұдан басқа да көне түркі ескерткіштері көп. Мұнда балбал тастар, кейбір көне түркі қағандарының мазарлары бар. Алдағы уақытта өзара әріптестікке өзек болатын көне түркі қағандары мен Тан империясын бірлесіп зерттеу мәселелері жеткілікті. Екі елдің қарым-қатынасы сақ заманнан басталады. Пазырық мәдениеті уақытында да Сяньби, Хунну, ерте түркі кезеңдерінде де өзара байланыс өте тығыз болған. Бір-біріне терең әсер еткен. Түркі негізінен көшпенді мәдениеті ежелгі Қытайдың әскери өнерінің қалыптасуына айтарлықтай ықпал еткені. Әсіресе қару-жарақ бұйымдары, атты әскердің құрал жабдықтарын атап өту керек. Цинши Хуанди кешенінде бейнеленген парызық ер тұрмандары, Алтай тауларындағы пазырық, Берел мәдениетінің ер тұрмандарын айнытпай қайталайды. Цинши Хуанди бытырап жатқан Қытай мемлекеттерін біріктіру үшін біздің атты әскерімізді пайдаланған деген пікір де бар. Өйткені бұл ер тұрмандар Қытайда белгілі болғаннан 2-3 ғасыр бұрын пайда болған. Ұлы Жібек жолы кезінде осы Сиань қаласынан басталған еді. Жібектің кең таралуына көшпенді сақ тайпалары зор үлес қосқан. Бағалы мата сақтар арқылы Орта Азияға, одан кейін әрі қарай солтүстікке жетеді. Алтын адам да бір кездері Қытай матасынан тігілген киім киюді ұнатқан болар. Көрменің тағы бір ерекшелігі Қазақстандағы орта ғасырларда Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан археологиялық және сәулеттік ескерткіштерін бейнелейтін фотоматериалдармен толықтырылған. Олардың қатарында Отырар, Сауран, Қожа Ахмет Яссауи, Арыстан-баб кесенелері, таңбалы тастағы петроглифтер сияқты ескерткіштеріміз бар. Бұл кешенді көрме болғандықтан тек зергерлік өнер туралы ғана емес, жалпы Қазақстанның мәдениеті туралы мәлімет береді деп ойлаймын. Шэньси өлкесі музейіне келушілер Қытай мәдениетіне жақын, ұқсас келетін дүниелерді көре алады. Себебі Ұлы Жібек жолындағы қалалардан табылған бұйымдар Қазақстан аумағына осындай мәдени, сауда-саттық байланыстар арқылы келген. Ашылу салтанатына Шэньси өлкесі губернаторының орынбасары Лу Чжиюань, Қазақстанның Қытай Халық Республикасындағы елшісі Шахрат Нұрышев, Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаттары, дипломаттар, мемлекеттік органдардың іскер, мәдени және ғылыми ортаның өкілдері қатысты. Міне, ұлы даланың қазынасы толған залдың есігі айқара ашылды.
Бірегей көрме Қытайда 2 айдай болады. Әрі қарай Еуропа елдері мен қиыр шығысқа, Америкаға жол тартады. Евразия даласында із қалдырған көшпенді ел 21 ғасырда да сапарын жалғастырып келеді.